Кеш жарық достар. Міне кеш батты. Барлық жердің шамдары жана бастады. Қаланыкіде әсіресе. Енді мына жерден бір жақсы көрінеді деген, соны сіздерге бір көрсетіп өтейінші деп. Негізі бәрі өте жақсы орын істелген. Мына шет жақпен осында қара жол. Анау мына басыменен велосипед жүреді екен, ортасымен халық жүреді екен. Мына қайықтар кемелерге қараңыздаршы. Мыналар мініп жатыр. Жаңа біреуінен сұрасам, бір айналып келуі 50 реал дейді. 50 реал дегеніңіз біз кеменен біз кеменен 7-8 мың теңге болады екен. Кеш жарық достар. Мінекей күнде батып кетті. Доха қаласы мына алдарыңызда тұр. Мына теңіз, бұл жақта жел көп болады екен. Жаңа жел басталды, қараңыздар, уже толқын ойнап, кемелердің бәрі жағалауда тұр. Сол саяхаттаушыларды күтіп тұр ау деймін де осылардың барлығы. Бір екеуі кетті, үшеуі ме? Мына алдымыздағы қала. Қазір сіздерге жақындатып көрсетейін. Қазір сол жаққа қарай сапар шегіп баратырмын. Бармақшымын, іш жағын көрмекшімін. Теңіз. Жел. Енді Құда қаласа бір күні уақытымыз қалды, бір күннен кейін елімізге қайтсақ деп жатырмыз. Соған әрекет қылып, барлық жерді көруге тырысып жатырмын. Бүгін азынан кешке дейін метрода болдық. Метроның барлық жерден шығып, үлкен сауда орталығында, парктерде болдық. Енді Құда қаласа ертең енді келіншектеріміз сауда қыламыз дейді, базарға барамыз дейді. Базарға барсам, мен сіздерге осындай жерлерді аралап көрсетем. Біз енді балық ұстап отыр. Мен жаңа сіздерге айттым ғой, мына қалаға баратырмын деп. Мына теңізге қараңыздар. Салқын лебұрады екен да. Енді негізді адам көңілі көтеріледі екен достар. Біз мұндай теңізді көп кем көреміз ғой негізінде. Мына үлкен қаланың арасын жалғап тұратын трассасы бар. Аманнан ағаштар. Қараңыздаршы. Өте бір салқын ғой енді. Керемет. Тамаша енді. Алла нәсіп қылса, ертең қайтсақ деген ойымыз бар. Елімізге, Қазақстанға. Соған бүгін бүткіл қаланы аралап, жаяу болса да шаршасам да сіздерге таныстырайын деген ниетпен, өзім көрейін деген ниетпенен. Мына қараңыздар, қала өте таза. Қаншама халық жүріп жатыр мына жерден. Ешқандай бір қоқыс көрмейсің. Заң тәртіп қаталау деймін соған қарағанда.
Мына жаңа шырша дегеніміздің алды. Ал мына жағына көз жетпейді ғой енді. Не деген сұмдық. Осылай да естиді екен ава. Мына жағына басың айналып кетеді, қарасаң. Тағы да еңгіштеу екен бері қарай. Мынандайда қыздар бар екен. Күті жалағаш. Мұндайлар кем берді. Мынау енді турист ба, біз сияқты біреу ғой. Шеттен келген. Мінекей достар, мына үйдің қасына келдім. Сіздерге жақын көрсетейінші деп. Мына үйге қараңыз. Мына үйге қараңыз. Мына тұрған үйге қараңыз. Мынаны енді мынау да керемет екен енді. Жақындатсаңыз жақсы көрінбей кетеді. Мына үйдің биіктігіне телефонын көріп атсыздар ма? 100 қабатта, одан да жоғары ма енді. Мен енді осы жерде мына жағын көрсетейін. Мына үйді көрсетейін сіздерге. Енді бір ертек әлемінде жүргендей боласыз. Не деген керемет, не деген тамаша. Мына осы жерді өз көзімменен көріп сіздерге түсіріп тұрмын. Мына үйді көрсетейін сіздерге. Құдайға шүкір. Сіздер де көріңіздер, тамашағыңыздар. Еткен керемет. Мына үйдің көрсеңіздерші. Мынау айтқан жерімізге келдік. Мына қаланың жаңағы Доха қаласының ең центріндегі үйлер мынау. Соның қасында жүрмін мен. Мына үйге қараңыздар да. Бұлай туры істемейді. Бұлар негізі бар ғой. Кәдімгі құлайтын, өзіңе құлайтын сияқты болып қисайып тұрады екен үйлер негіз. Мына үйлерге қараңызшы. Так. Осыны алыстан көргеннен гөрі өз жақындап көрейінші деп келдім ғой. Міне мына үйге қараңыз. Енді 100 қабат бар ау әрқайсысы. Соны қасына барып көрейінші деген ниетпенен көрсетіп қояйын. Міне түнгі сағат, бізде сағат 7 болып қалды. Сіздерде 11 болды қазір. Мінекей үйге қараңыздар. Мына видеоны тоқтатқым келмейді. Бұлай бір-бірінен өтіп жалғасып кете береді екен бұл жерде. Бірінен асқан бір керемет сондай. Сүре бергін келеді. Мынаның астында ona машина өтіп бара жатыр. 1, 2, 3, 4 қабат стоянка екен. 4 қабат алдымызда тұрған үйдің машинелер кіріп жатыр ішіне. Ал жоғары жағы қонақ үй болу керек енді негізінде. Мына үйге қараңыздаршы. Құрметті достар, осы мынау телефонның қуаты таусылып жатыр, бір рет көрсетейін. Осыдан кейін өшсе керек өзі. Мына қараңыздар мына кереметке. Мына үйлерді көріңіздер, тамашаңыздар. Әделеп 15 шақырым жүріп осыған келдім.
Мынау әсіресе енді сыртындағы оюды көрсеңіздер. Мынау енді телефонда көрсете алам ба сіздерге? Мына қараңыздар, шында оюды. Біртіндеп темірменен осылай істеп шыққан. Көрдіңіздер ме? Ал енді осыған ырза болыңыздар. Енді Құдай қаласа 1-2 күннен кейін Қазақстанымызға қайтамыз. Қазақстанымызда осылай дамысын, осындай мемлекеттің қатарына кірсін деген ниетпенен Құдайдан тілеп, намазымызда да күндіз түні. Себебі әркімнің өзінің биік шыққан жері биік болсын дейді ғой. Сол сияқты біздің елімізде осындай биіктерден көрінсін. Жақсы жерді көрмекке дейді. Енді көріп атырмыз. Бұл бәрі бір бөтен ел. Өз еліміз осындай дамысын деген ниетпенен сіздермен қоштасамын. Сау саламат болыңыздар. Бұл Катар мемлекеті. 2.350.000 халқы бар. Доха қаласы осы. Өзімді көрсетіп қояйын. Мінекей, Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай жерде жүріп, осыны көзіммен көріп, сіздерге жолдап атқаныма. Сау саламат боласыздар. Бұл 8-11 ай 2023 жылы. Бұл жерде ауа райы температура қазір бір 17-18 болып тұр, салқын болып тұр. Күндізі 30-ға дейін жетіп тұр ғой енді. Тағы да бір көрсетіп шығайын сіздерге. Мына орталы жол. Осы ең үлкен жолы, трассасы осы екен. Мына орталық ортасына келдім. Жаңағы мына шыршамыздың есебі жоғау деймін, 100-ден жоғарау деймін негізінде. Мына жаңа түсіп атқан құрылыс жаңадан түсіп жатыр екен. Мына жердің бәрі сол үшін шағын көрсіздеу болып тұрған содан екен. Қазір мен ар жағына өтейін. Тағы да көрсетемін сіздерге. Кеш жарық достар. Мына ақыры Доха қаласының ең биік үйлерінің қасына келдім. Жаяу. Білмеймін, 15 шақырым жүрдім ба, 10 шақырым жүрдім ба, білмедім енді. Осының бәрін көрейін дедім, сіздерге көрсетейін дедім. Мынаны шырша дейді екен. Биіктігі қанша екенін білмедім, бірақ өте сұмдық енді. Осы үйлердің арасына кіріп, ойым көру керек болды. Мінекей, түнгі көрінісі енді бұл енді. Сәл арасын үзіп көрсетемін. Себебі телефонның қуаты нашарлап баратыр. Жаңа жолда көбірек түсіріп қойған ба. Енді мына жақтары онша мен көңілім толмай жатыр. Жолдарына қараңыздар. Біздің Шымкенттің асфальтіне ұқсайды мына жағы. Сырты деген керемет. Қазір көреміз. Мына жақтары жөндеу көріп жатыр екен. Мына жерден бір үй түсіп жатыр екен. Құрылыс. Бәсе жолдары жақсы еді. Кеш жарық достар.
Мына жігіттер отыр. Кім кеп қалады екен деп. Мына кеменің бәрі қаңтауырлы тұр. Мен жаңа келе жаттым, ар жақта бір 50-60 бар еді. Онда бір бұяқта да бір 50-60 тұр. Басая бір 200 бар ау, мына жерде арғы бетте де бар. Бірақ өте ескі кемелер. Мына кешке біздің аудан мынау. Доха қаласының бір шеті. Кешке жұмыстан шығама деймін. Бұлар кешке көлік көбейе деген. Бағана көлік аз еді. Сосын кешке барғам дүкенге сауда қылуға. Адамдан аяқ алып жүре алмайсың, көп. Күндіз осы көшелерде халық болмайды. Бұлардың бәрі күндіз жұмыс істейді ме? Енді о жағын онша түсінбедім енді. Бірақ кешқұрын халық көбейіп кетеді. Соған қарағанда күндіз жұмыс істейді. Біз сияқты тойлап жүрген адам жоқ бұл жақта. Міне мыналардың бәрі жұмысшылар. Мына жүргеннің бәрі осы елге жұмысқа келген. Қайырлы кеш, достар. Міне бүгін жалғыз өзім шықтым тамашалауға. Мына судың жағасында. Қараңыздар, қаншама кеме тұр. Мына қалаға бармақшымын жаяу. Енді бір 10 шақырым бар ма? Жаяу барып, сол қаланы ішін тамашалап, қайтып бел байлап тұрмын енді. Мына жерде енді сансыз кеме. 50 алып істесем де өтірік болмас. Мыналар сол клиенттерді күтіп отыр, әрі балық ұстап отыр. Мына жігіттер. Осы бір айналдырып келуі осыларға әр адамға 2000 теңге алады екен. Өткенде біздер көрдік. Мына жағымыз, мына әкімшілік екен. Мына тұрған здание. Аналар енді қонақ үйлер болу керек. Мына осы достар қазір. Мына мұражай екен. Үлкейтіп көрсетейін бе? Осы мұражай екен. Күн батып бара жатыр. Бұл жақта сағат 5-тен 25 минут өтті. Мына кемелер тұр бәрі. Енді қалаға барғаннан кейін түсіремін енді Құда қаласа. Қанша уақытта барам енді.